Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, қатпарлы болып шығатын қытырлақ, керемет дәмді самсаның рецептімен бөліскім келіп тұр. Сіздердің аз ғана уақыттарыңызды алады және де өте дәмді болып шығады. Бұл видеода ең бастысы бізде қамыр. Айта кетейін, егер сіздерде үйлеріңізде мантыдан, ораманнан, нан, кеспеден қалып қойған қамыр болса, сол қамырдан керемет дәмді қытырлақ қатпарлы самса дайындауға болатынын білесіздер ме? Ең бірінші бізге қамырымызды жұқалап жайып алуымыз қажет. Осылай видеодағыдай жайып аламыз. Одан кейін ортасына бөлме температурасында тұрған немесе ерітіп алған сары майымызды жағатын боламыз. Барлығын біркелкі жағып шығамыз, барлық шетіне тию қажет. Сары майымызды жағып болғаннан кейін рулет сияқты орап шығамыз. Осылай орап аламыз. Және де орап болғаннан кейін дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Жарты сағат немесе 1 сағатқа салып қойсаңыздар болады. Өте әдемі, керемет қамыр шықты. Таза пакетімізге салып, кішкене қатырып аламыз. Ортасындағы майымыз қату қажет. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына асқабақ, қалауларыңыз бойынша пияз. Бұл жерде менде көк пиязды қостым. Және де картошка, тұзымызды дәміне қарай тұз бұрыштарын қосасыздар. Барлығын осылай кубиктап турап аламыз. Кішкене майдан қосып жіберсеңіздер болады. Құйрық май немесе іш майдан қоссаңыздар болады. Етімізді салып барлығын араластырамыз. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып аламыз. Біздің қамырымыз қатты, жарты сағаттай тұрды. Осылай төртбұрыштеп кесіп аламыз шетінен. Өте әдемі, қатпарлы болды. Осылай кесіп алғаннан кейін үстінен басып шығамыз осылай. Барлығын дайындап аламыз. Енді салмасын ортасына салып, самсаларымызды түйіп шығамыз. Мен бұл жолы 3 бұрыш етіп түйіп шықтым. Қалауларыңыз бойынша домалақ, солай түйсеңіздер де болады. Осылай 3 жағын біріктіріп бір-біріне. Ендігі кезекте бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Және де қалауларыңыз бойынша мак немесе кунжут сеуіп шықсаңыздар болады. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 25-30 минутта піседі. Өте әдемі, керемет, дәмді самсаларымыз. Достар, егерде осы видео сіздерге пайдалы болса, ұнаған болса, пікірлеріңізді жазып, лайк басып кетіңіздер. Өте дәмді, керемет самсаларымыз дайын болды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Егер үйлеріңізде қалып қойған сондай қамыр болса, керемет дәмді самса пісіруге болатынын естеріңізде болсын. Өте дәмді, қараңыздаршы, жұп-жұмсақ. Достар, сіздерге менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған ұл болсын, астарыңыз дәмді болсын.